Әдеттегідей жұмысымды аяқтап, автобуспен үйге қайтып бара жатырмын. Бір аялдамадан шамасы 4 жасар бала мен 30-дан асқан жас жігіт мінді. Бала әкесінің тізесіне басын қойып, еңкілдеп жылай бастады. Автобус іші тым-тырыс еді. Енді тек баланың жылаған үні ғана шығып тұр. Көпшілік еркелеп тұрған шығар деп басында мән бере қоймаған. Бірақ әлгі бала қояр емес. Сәл уақыт өте жолаушылардың дегбірі қаша бастағанын түрлерінен ұқтым. Мен де басында мән бермеген едім, қазір жаймен шыдамым азайып, ол балақайды ұнатпай бастадым. Енді 3 әйел түрін тыржитып бір-біріне әбден еркеліп кетіп, бетімен кеткен екен. Әкесі де қарамай ма? Жауапсыз ата-аналар да көбейді ғой қазір, деп небір сөздерді қарша боратып жатыр. Әкесі де шаршаған, тұңғиық ойға шомған көздерін терезеден алар емес. Сәлден соң бала: «Әке, сен анамды жақсы көремісің?» деді. Осы сөзді естігеннен-ақ әкесі жүрегі елжіреп, көзінен жас тамды да: «Иә балам, қатты жақсы көрем. Олай болса, оны неге жерге көміп тастадық? Енді мүлдем көрмейміз бе?» деп мөлдірей қарағанда жолаушылардың төбесіне жай түскендей болды. Әкесі үнсіз баласын қолдарымен қатты құшақтады. Бауырына қысып, өзін-өзі ұстауға тырысқанымен дәрмені жетпеді. Автобустағылардың да көзіне еріксіз жас келді. Бәрі де тауқыметті тағдырдың ащы дәмін сезгендей болды. О, пенделер, анығын білмей жатып, біреу жайлы ешқашан жаман ойламайық. 5 күндік пәниде бір-бірімізді бағалай білейік, қамқор болайық. Бір-бірімізге берілгені қысқа ғұмырда сол уақыт ішінде жанымыздағыларды қуантуға тырысайық.